Танымал футболист Дастан Сатпаев бүгін таңертең ауруханада. Шұғыл ақпарат тарады. Сәлеметсіз бе, қымбат көрермен, арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатырған соңғы жаңалықтарды алғашқы қатарынан біліңіз келсе, арнамызға жазылыңыз, лайк басуды ұмытпаңыз. Қайрат футбол клубының шабуылшысы Дастан Сатпаев медициналық тексерістен өту үшін Қатар қаласына, Дохаға жол тартады. Клубтың ресми мәліметіне сәйкес, бұл шешім дәрігерлердің кеңесімен қабылданған. Футболшы бүгін түнде ұшады. Футболшының денсаулығы бірінші орында тұру керек. Құралбек Ордабаев Дастан Сатпаевтың жағдайы туралы. Айта кетсек, Сатпаев Қазақстан құрамасының қарсы ойынына қатысқан жоқ. Сол кезде жүргізілген тексерулер нәтижесінде дәрігерлер мен бапкерлік штаб шабуылшыны алаңға шығармау жөніндегі ортақ шешім қабылдаған еді. Еске салсақ, бұған дейін Дастан Сатпаев жарақат алып Қазақстан құрамасынан шетке қалған туралы айтқан едік. Видеомыз кеңінен таралу үшін лайк басыңыз, жақындарыңызға таратуды ұмытпаңыз.